Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа, және де тіркел. Бүгін 9 сыныптың күкірттің қосылыстары тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: күкірт диоксидінің физикалық қасиеттерін сипаттаңдар. Бірінші сұрақтың жауабы: күкірт диоксиді түссіз газ. Оның молекулалық салмағы 64,7 грамм-моль, ал қату температурасы -75,5 градус, ал қайнау температурасы -10,5 градус. Екінші сұрақ: күкіртті қышқылдың кальций, күкіртсутек және йодпен әрекеттесу реакцияларын жазыңдар. Реакциялардағы күкіртті қышқылдың функцияларын көрсетіңдер. Екінші сұрақтың жауабы: H2SO3 қосылған кальций түзеді. Кальций SO3 қосылған H2 газы. H2SO3 қосылған H2S түзеді 3 молекулалы күкіртті және де 3 молекулалы сутекті. Реакцияны теңестіру үшін H2S-тің алдына 2, күкірт пен судың алдына 3 коэффициентін қоямыз. Келесі H2SO3 қосылған йод қосылған су түзеді H2SO4 қосылған 2 молекулалы сутек иодидін. Үшінші сұрақ: күкірттің 4 және 6 валентті оксидтеріне ортақ және әртүрлі қасиеттеріне Вен диаграммасын құрыңдар. Үшінші сұрақтың жауабы: алғашқы диаграммада SO2, екінші диаграммада SO3 және екеуінің түйіскен жеріне бір-біріне ұқсас қасиеттерін жазамыз. Ең алдымен ұқсас қасиетті екеуі де қышқыл түзетін оксид. Бірінші күкірттің 4 валентті оксидіне келсек, оның тотығу дәрежесі +4. Соған байланысты ол тотықтырғыш және де тотықсыздандырғыш қасиеттерін көрсетеді. Сонымен қатар оның түзетін қышқылы H2SO3 қышқылы болып табылады. Келесі күкірттің 6 валентті оксиді, яғни SO3, оның тотығу дәрежесі +6. Ол тек қана тотықтырғыш қасиетін көрсетеді, ал оның түзетін қышқылдық оксиді H2SO4. Төртінші сұрақ: күкіртсутек қышқылының сатылай диссоциациялану теңдеуін құрастырыңдар. Күкіртсутектің судағы ерітіндісі 2 негізді әлсіз қышқыл, сондықтан ол 2 сатыда диссоциацияланады. Бірінші сатысы H2S диссоциацияланған кезде бізде гидросульфид ионына, яғни анионы және де сутек катионына ыдырайды екен. Келесі осы гидросульфид ионын диссоциацияланған кезде, яғни екінші сатысында бізде сутек катионы және де сульфид анионы түзеді екен. Бесінші сұрақ: күкіртсутек қышқылының қышқылдық негіздік және тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш қасиеттерін сипаттаңдар. Бесінші сұрақтың жауабы: күкіртсутек қышқылы барлық қышқылдарға ортақ қасиет көрсетеді. Ол негіздік оксидтермен, яғни H2S қосылған кальций О түзеді. Кальций S қосылған H2O мен осылай әрекеттеседі негіздік оксидтермен. Келесі негіздермен, яғни H2S қосылған натрий OH түзеді. Натрий HS қосылған H2O немесе H2S қосылған натрий OH түзеді. Натрий 2S қосылған H2O және теңестірген кезде натрий OH-тың алдына және де судың алдына 2 коэффициентін қоямыз. Келесі бізде күкіртсутек қышқылы тұздармен де әрекеттеседі. Оған мысал бізде H2S қосылған купрум SO4 түзеді. Купрум S, яғни тұнбасын және де H2SO4 қышқылын түзеді екен. Келесі бізде ол күкіртсутек бізде металдармен де әрекеттеседі. Яғни мысалы H2S қосылған кальций түзеді. Кальций S қосылған H2 газы. Күкіртсутектің тотықсыздандырғыш немесе тотықтырғыш қасиетін білгіміз келсе, күкіртсутек қышқылы күкірттің ең төменгі тотығу дәрежесінде болғандықтан тек қана тотықсыздандырғыш қасиетін көрсетеді. Алтыншы сұрақ: күкіртсутек қышқылы мен оның ерімтал тұздарын қандай сапалық реакциялар көмегімен анықтауға болады? Алтыншы сұрақтың жауабы: күкіртсутектің сапалық реакциясына келетін болсақ, бізде қорғасынның 2 валентті нитратты ерітіндісімен суланған қағазға
күкіртсутекті қосатын болсақ, бізде осы қағазымыз біздің қара түске боялады. Оның химиялық реакция теңдеуі H2S қосылған плюмбум NO3 түзеді плюмбум S, яғни бізде қара түсті тұнба түзеді, және де HNO3-ті түзеді екен. Реакцияны теңестіру үшін HNO3-тің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Яғни бұл бізде күкіртсутектің сапалық реакциясы болып табылады. Бірінші есеп. Күкірттің 4 валентті оксидінің сутек, ауа және оттек бойынша салыстырмалы тығыздығын есептеңдер. Бірінші есептің шешуіне кірісетін болсақ, ең алдымен біз күкірттің 4 валентті оксиді, яғни SO2-нің мрін, яғни малярлы массасын тауып аламыз. Бізде S32, ал оттек 16, ол 16-ны 2 көбейтеміз, өйткені 2 деген индексіне, нәтижесінде бізде 64 грамм моль шығады. Енді оның ең алдымен сутек бойынша тығыздығын табамыз. Ол үшін SO2-нің малярлы массасын мрін осы H2-нің мріне бөлеміз. Ол бізде тұрақты 2-ге тең. Яғни 64 грамм мольді 2-ге бөлеміз, нәтижесінде бізде 32 шығады екен. Келесі біз ауа бойынша тығыздығын анықтаймыз. Бұл жақта да дәл осылай, яғни SO2-нің мрін ауаның мріне бөлеміз. Бізде ауаның мрі тұрақты шамасы бар, тұрақты шамасы оның 29-ға тең. Яғни 64 грамм мольді бөлеміз 29-ға. Нәтижесінде бізде 2,2 шығады. Келесі біз SO2-нің оттек бойынша тығыздығын табамыз. Бұл жақта да дәл жоғарғыда көрсетілген мысалдар тәрізді, яғни SO2-нің мрін O2-нің мріне бөлеміз. Нәтижесінде, яғни бізде 64 бөлінген 32 тең 2 шығады. Есептің жауабы шықты. Есептің жауабы SO2-нің сутек бойынша тығыздығы 32-ге, ауа бойынша тығыздығы 2,2-ге, ал оттек бойынша тығыздығы 2-ге тең екен. Екінші есеп. Массасы 16 грамм күкірттің 4 валентті оксиді оттекпен тотыққанда түзілетін күкірттің 6 валентті оксидінің массасын есептеңдер. Өнімнің шығымы 80%. Есептің берілген жазып қойдым, енді шешуіне кірісеміз. Ең алдымен реакция теңдеуін жазамыз. SO2 оттекпен тотығып, SO3 түзеді. Реакцияны теңестіру үшін SO3-тің алдына 2 және SO2-нің алдына 2 қоямыз. Есептің берілгенде SO2 бізде 16 граммға тең, ал оның 2 деген коэффициентпен бірге малярлы массасы 128 граммға тең. Бізге SO3-ті табу қажет, ол X грамм, ал оның малярлы массасы 2 коэффициентімен бірге 160 граммға тең болады. Осы жерден X-ті табу үшін пропорция құрамыз, яғни X тең 16 көбейтілген 160 бөлінген 128. Нәтижесінде бізде 20 грамм шығады. Біздің шыққан 20 граммымызды 100% шығым деп есептейміз. Алайда есептің берілгенде бізде шығымымыз 80%. Яғни 80%-да қанша грамм SO3 шығатынын білуіміз қажет. Яғни бұл жерде де пропорция құрамыз X-ті табу үшін 20 граммды 80%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 16 грамм шығады екен. Есептің жауабы шықты. SO3-тің массасы бізде 16 граммға тең болады. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Ұнаса тіркеліп, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.